Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздерде үшінші сабақ біздерде қандай? Ол ауру. Ауру деген не? Ауруды біз қалай тудырып аламыз өзімізге, иә? Жалпы осы сабақты өтеміз бүгін. Достар, ауру ол жайдан жай бізге келмейді екен. Адам оны өзіне өзі тудырып алады екен. Қытай деректерінде айтады, Алла дейді, адамға ауруды сигнал ретінде жіберу керек дейді. Адам бір нәрседен қателік жасайды, сол қателігін түзеу үшін арнайы сигнал ретінде жібереді дейді. Адам оны түсінуі де мүмкін, адам оны түсінбей ауру әрі қарай кетуі де мүмкін. Бірақ дәрішіп енді адам өзіне сенімділік болып ауруды кетіреді ғой, дегенмен сол үшін жібереді екен дейді. Ауру дейді, достар, тағы да үш причина бар ғой, себеп арқылы келеді екен дейді. Біріншіден, адамның мақсаты мен адам өмірді не үшін сүріп жатырғандығын білмесе дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Екіншіден, мен сіздерге Вселенныйдың заңын айтып кеттім. Сол Вселенныйдың заңын білмесе дейді. Үшіншіден, адамның кәдімгідей ойын басқарып, өзіне сенімділігі болып, өзінің не істеп жүргенін білмесе, жайдан жай өмірі солай маймен өтіп келсе, құр өтетін болса, сол үшін дейді. Көріп тұрсыздар ма? Сонда қалай? Адам шынымен де ауруды өзіне өзі тудырады ғой. Сенімсіз болады, жүреді, қолынан келмейді, ұйықтай тұрам дейді, мақсаты жоқ болады, арманы жоқ болады. Міндетті түрде адам ауруға ұшырайды. Ойлап қараңыздаршы, адам егер де күнделікті ұйықтай беретін болса, ауырып жатыр дейінші, ауырып жатыр адам, мен ауырып жатырмын дейді, ұйықтай береді. Онда ол адам әрине әрі қарай әлсіз болады, әрине әрі қарай ауру болады. Ал егер де адам жоқ, мен болды, мен жаттығу жасау керекпін, мен сыртқа шығу керекпін деп ауырып жүргенде солай әрекет жасап, менің артымда жоспарларым тұр, мен оны жасау керекпін дейтін болса, ол адам аяғын тік тұрып шығады, мықты болады. Мен өз басымнан солай өткен. Мен кезде қатты ауырғам, ішім ауырып жатқам, енді ол болу керек солай. Ауру айна болады, солай ішім ауырып жатқан, бірақ тұрдым. 2 сағат ұйықтадым, ауырам деп жата бердім менде де. 2 сағат ұйықтадым. Сосын жоқ дедім, сен не істеп жатсың дедім. Сенің артыңда бүгінгі пландап қойған жоспарларың тұр ғой дедім. Мақсаттарың тұр, сендегі не жатсыз дедім. Тұрдым да сабағымды оқып әрі қарай кірістім. Мейлі дедім, сен тұр, оқы, сабағыңды кіріс дедім. Солай өзіме талап қойдым, кірістім, сабағымды оқыдым. Лаура, молодец, жарайсың, енді сен сыртқа шығу керексің. Сен өзіңді көңіліңді өзің көтеру керексің дедім де, сыртқа шығып, солай өзімнің көңіл күйімді көтеріп, басымды кішкене тазалап, ойым бөлініп, солай ауруымды жеңе алдым. Жалпы сіздерге де сол кеңесті берем, ауырдым деп жата берген болмайды. Ауырдым деп жата берген адам әрі қарай ауыра береді. Естеріңізде болсын, достар. Сосын жалпы адам ауруды өзіне қалай қалай өзіне тудырып алады, адам дейді, өзіне тудырып алады, осылай. Егер де мен өміріме сенімсіз болсам, өз өмірімді өзім жақсы көрмесем, өз өмірімді өзім құрметтемесем, адам өз өміріне ауруды ары қарай тудырып алады. Біріншіден, екіншіден, күнделікті негатив айта берсе, мына болмай қалды, мен мынаны жасай алмай қалдым, менің қолымнан келмейді деп ыңырси беретін адамдар болады ғой, сондай жағдай болып қалса дейді. Және үшіншіден, осы әлемге сенбейтін, осы әлемге алғысы жоқ адамдар болады ғой, рахмет айтпайды адамдар, осы өмірде сүріп жатырғандарына, аяқ қолы бар болғандарына, 12 мүшесі сау болғандарына, осы әлемді мойындамайды, табиғатты мойындамайды. Бар ма? Бар деп қабылдайды, болды. Оған рахмет айтсаңыздаршы, оған күнде күліп қараңыздаршы, оларды қабылдаңыздар, олардың жан-жаққа үңіліңіздерші сыртқа қарап, мына жерде не болып жатыр, мынау қалай болып жатыр деген сияқты. Оларға рахмет айтыңыздар. Вот, сол үшін адамдар қабылдамайды, сол үшін адамда ауру тудырады. Ал адам ауру тудырмайтын қандай адам? Мен өзімді жақсы көремін дейтін адам, біріншіден. Екіншіден, күнде позитивті ойлайтын адам, іс-әрекетінің бәрі тек қана қуанышқа толы, күнде күлетін, күнде жадырайтын адам. Және екіншіден, мен әлемді жақсы көрем дейтін адам. Мен әлемге рахмет айтам, мен әлемге алғысым шексіз дейтін адам.
және адамдар, айналамдағы адамдардың бәріне рахмет айтып, айналамдағы адамдардың бәрі өте керемет дейтін адамдар. Сол адамдар өздеріне ешқашанда ауру тудырмайды, керісінше денсаулығы арта түседі, естеріңізде болсын. Түсініп тұрмыз ба? Сонда екі адамды салыстырып бердім мен сіздерге. Екі адам қандай айырмашылығы жер мен көктей. Достар, және ауру қалай пайда болады тағы да мен сіздерге себептерін айтып жатырмын, иә? Бірнеше себептер бар оның деген. Мына екінші себеп болса, үшінші себеп, мысалға кез келген адамдар бір-бірімен ұрысады, иә? Мысалға мынау қыз, тағы да қыз, олар бір-бірімен ұрысады да сол мәселе шешілмей қалады. Шешілмей қалғанда екеуі екі қарай өлісіп кетеді. Шешілмеген мәселе әрмен қарай ауру ретінде келеді, тудырады, естеріңізде болсын. Қандай мәселе болмасын, сол мәселені шешуге тырысыңыздар. Кешірім сұраңыздар. Не үшін, не себептен сол мәселе туындады? Өзіңізді айтыңыз. Мен мынаны түсінбедім. Бізде мынадай мәселе болды, мен бірақ мына жерін түсінбедім. Қалай біз соны түсінбей қалдық дейтіндей сол мәселені шешуге тырысыңыз. Шешілмеді ме? Ол дәл қазір емес, болашақта сіздерге ауру болып келеді, соны түсінбейсіз. Сондықтан да Қытай деректерінде айтқан адамға сигнал ретінде береді делінген. Көріп тұрсыз ба? Қандай болып тұр сонда? Сол мәселені сіз шешпедіңіздер ме? Ерте ме кеш пе ауру болып шынымен де келеді, ол енді шын дәлелденген. Сондықтан да достар, адам дейді, өмірді қабылдаса, әрқашанда өмірді жақсы көрсе, өмірге қуанышты көзбен қараса, өмірге алғысын айтып, мейірімін бөліп жүрсе, табиғатқа, яғни айналадағы адамдарға, қоршаған ортаға, әлемге, яғни, онда өмірде, әлемде соны кәдімгідей қоршап тұрып жақсы көреді ғой, ол адамды да. Барлық шапағат аямай, ол адамды қорғаштап, барлығын үйіп төге береді. Осы естеріңізде болсыншы, иә? Тағы да айтамын. Егер де сіз біреумен ұрысып қалдыңыз ба, шешілмеген мәселе болды ма сіздерде, сіз ол адамды кінәлай бермеңіз, сол адаммен бетпе-бет сөйлесіңіз. Мынау сізде сол адам ба, саған не болды? Кәдімгідей отырыңыз, оны шақырыңыз, бір жерге шақырыңыз, айтыңыз, мен мынаны түсінбей қалдым. Біз қалай ұрыстық, сол нәрсеге қалай жеттік, не мәселе болды? Біз бұрын жақсы едік қой, сен менің ойым мысалға сол ұрыста тудырғанда былай болды, ал сенің ойың қандай деген сияқты сол адаммен ашық сөйлесіңіз, ашық болыңыз. Жарайды ма? Сіз ашық болған сайын, шынайы болған сайын, өмірде сізге шынайы болады. Шын. Ешқандай адаммен ұрыспаңыз, егер ұрыстыңыз ба, сол мәселені шешіңіз. Мәселені шешпедіңіз ба, сол күйінде түйін болып қалды ма, бір күнінде жайлап алады да сізге ауру болып келеді. Сіз ол сигналды, Алланың берген сигнал, сіз сол кезде біле алмай қаласыз. Қай жерден екенін білмейсіз. Бәріміз солаймыз ғой, білмей қаламыз, болды. Ал оны ауру тудырмас үшін үшінші тәсілде ойланыңыз. Түсініңіз ба? Сонда ауруды тудырудың үш тәсілін айтты бізге. Түсінікті болды ма? Енді ауруды ешқашан тудырмаймыз ба өзімізге? Жазып аласыздар ғой, иә? Біріншіден мен сіздерге айттым, үш тәсілін айттым, иә? Мақсаты жоқ болса, арманы жоқ болса, өзіне сенімсіз болса деп, иә? Сосын екіншіден, екі адамды салыстырып бердім, біреуі позитив ойлайтын, біреуі негатив ойлайтын. Ал үшіншіден, мана сіздерге шешілмеген мәселе туралы айттым. Түсінікті ғой, иә? Барлығы түсінікті деп ойлаймын сізге. Егер де сіздерге түсінікті болса, достар, мен сіздерге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Сізде кіммен қандай мәселе болды? Қандай мәселе туындады? Дәптеріңізге аласыздар. Дәптеріңізге аласыздар да сол адамды жазасыз. Сол мысалға мынаны алсайын, дәптерге аласыздар да жазасыздар. Менде шешілмей қалған ұрыстар, шешілмей қалған мәселелер аласыздар да жазасыздар. Сол адамды атын жазасыздар, сол қасына мәселелер жазасыздар. Толтыр. Шырайды ма? Соны орындаңыздар, орындап барып чатқа жіберіңіздер. Түсінікті ме? Алдағы уақытта соны шешетін боламыз. Түйсік деңгейінде сөйлесеміз, сол нәрсені шешеміз. Бірақ егер қолдарыңыздан келсе, звондаңыздар, сол мәселені бірден шешуге тырысыңыздар. Сіздерге ең беретін кеңесі осы. Ал егер де духтарыңыз жетпейді ма, не істейміз енді? Әрі қарай көреміз. Түйсік деңгейінде сол адаммен сөйлесу көреміз. Бірақ та достар, шын айтамын, звондаңыздар, кездесуге шақырыңыздар. Ең бірінші шақты өзіңіз жасаңызшы. Алланың өзі сізге шапағатын аямайды ғой сол кезде.
сізден бақытты адам болмайды. Сіз сауапты жинайсыз ол адамнан ең бірінші кешірім сұрап. Соны ұмытпаңызшы. Жарайды ма? Сәттілік достар. Бүгінгі сабағымыз осы. Түсінікті болды деген ойдамын. Сәттілік, барлық жақсылық тіледім. Тек қана алға.